Наушник істеп тұр, иә? Енді даусы қалай болып тұр, қыздар? Даусы бар ма? Даусы бар ма? Даусы жақсы дейді. Жақсы көрініп, жақсы естіліп тұрса, бәріміз плюс қойып кетейікші. Қалай көрініп тұр? Аха, жақсы естіліп тұр. Сабаққа дайынбыз ба? Кеше пішіп тігу бастаған қыздар бар ма? Пішіп тігіп бастаған қыздар бар болса, жазыңыздар. Мен тігіп бастадым. Саламатсыз ба? Мен бастадым, я дейді, бастадық. Бастадым, дайынбыз, пішіп тігіп бастадым дейді. Мен аяқтап тастадым. Я, біздің курс оқыған қыздар уже басын бастап берсе аяқтап тастайды. 66 қыз болды. Кішкене жиналсын, е? Кішкене жиналсын. Мен аверлогымды тексеріп алайын. Аверлогымның жібін дайындап, сіздерде жіптеріңізді дайындап, шүрнекке жіптеріңізді дайындап, аверлогтарыңызды тексеріп алыңыздар. Ана жерде черновик мата апер жүрші маған? Ішінен бір мата бересі. Болды, бір кусок бересі болды. Кімде аверлог жоқ? Кәдімгідей зигзаг операциямен бастаймыз, ол кезде мен көрсетіп жүрем. Сақтаймын, 24 сағатқа сақтаймын, одан кейін өшіріп тастаймын. Алдын ала тігісті бастар кезде, қыздар, бәріміз черновикке жіпті өткізіп болғаннан кейін тігісті тексеріп аламыз.
Мен тексеріп алдым аверлоктың тігісін. Машинканыкын кеше тексердік. Бастап примерка жасаған қыздар бар ма? Примеркада қалай болды? Аверлокты көресіздер қазір тігу барысында. Саламатсыз ба, қалайсыздар? Қандай немен тұрғанын ба? Хорошо, қазір көрейін. Жалпы на аверлок мына менде мына жерде үштерде тұрады. Үште былтыр сатып алғам мен бұны. Менде промышленный үлкен аверлокта бар. Мына жерде мына 2 мен 3-тің аралығында тұрады. Мына жерде 1,5 аралығында тұрады. Бізде Шымкентте жалпы қыс осылай болады. Күн шығып, көктем болып тұр далада. Сіздер жақта погода қалай? Қаншағыз? 87. Үш натяжениемен бола береді тігуге. Бастаймыз ба? Дайынсыздар ма? Осы қыздармен бастай береміз. Қар дейді. Қай жақта ол қар? Күн аяз дейді. Бізде де күн шығып тұр дейді. Ақтөбеде қыз жақсы болып тұр дейді. Қарағанды кішкене аяз бар. Әрен сіздің ғой мен қайта-қайта көріп. Алғашқыда всегда миы қабылдамайды ғой. Адамның миы қабылдамайды да, сондықтан кішкене қиын сияқты болып көрінеді. Бірақ бірінші рет, екінші рет, үшінші рет жасаған кезде қиын емес екен ғой. Не қиналдым деп өзіңізге өзіңіз таңғалатын боласыз. Қарағандыда суық екен, Жаңаөзенде қар, Астанада суық. Біз дайынбыз дейді. Ақтөбеде аяз. Эфирді сақтаймыз. Қалта тігеміз ба дейді. Болады тігуге. Қаған черновик маталарын бәрін алып қойдың ба, или мына жерге қойып қойдың ба? Алып қойдым. Бере сал. Қалта тігейікші дейді ғой. Кешеде қалта сұрап атқан. Мен пішіп дайындап қойдым. Бұйырса кеште жұмыстан келгесін тігемін дейді. Атырау қар күн жақсы. Қалыңыз қалай? Жақсымын, рахмет. Сіздер пішіп тіккендеріңізше мен Сарыағашқа туылған күнге барып қайтуға үлгердім. Спортивка піше алмадым, көйлекті жақсы піштім дейді. Алтын ине жанарқа дейді. Жаға көрсетпейміз бе? Жаға көрсетпейміз. Жағаны именно аптачка қалай жасайтын көрсетем, конечно. Бейнеуде күн, қар күн жақсы дейді. Жақсы, ендеше бастайық. Так, мен манекеннен шешейін оны. Дублерин қалай үтіктеу керек екен. Так, на манекеннен шешіп ал. Жаға тігуді келістіре алмай жүрген болсаңыз, біздің курсқа келіңіз. Жағаны, толықта өзіңіздің білмеген нәрсеңізді үйреніп аласыз.
Енді үйреніп жатқан қыздар бар ма? Енді үйреніп жатқан қыздар, немесе уже самоучка қыздар бар ма? Осы тігінің арқасында табыс тауып жатқан қыздар болса, жазыңыздар. Кім осы тігін саланың арқасында табыс тауып жатыр? Жазып кетіңіздер. Так. Мен самоучкамын. Мен енді үйреніп жатырмын дейді. Мен самоучкамын дейді. Самоучкамын деп айтып жатыр. Курсты оқып жатқан, мен табыс тауып жүрмін дейді Бағдагүл ханым. Бағдагүл ханым Тажиева, сіз, по-моему, алтын жіптің студентісіз, я? Бізде оқығансыз. Ательем бар, самоучкамын дейді Айгерім. Ательем бар дейді. Табысыңызға берекесін берсін. Так, жалпы мен белімен жоғар жағын ажыраттым. Юбкасы бөлек тұрады. Так, енді манекенді шетке алып, бастайық онда. Дайын, мен енді үйреніп жатырмын, сіздің сабағыңызды бастадым. Мен де самоучка едім, қазір алтын жіптің курсын оқып жатырмын дейді. Так, сіздің курстарыңызды алдым, бәрі керемет. Дайын лекаламен тігетімін, енді үйреніп жатырмын, бірақ шапан тігіп жүрмін. Мен майдан бері оқып жүрмін, аздап тапсырыс алып жүрмін дейді. Оқыдым дейді Бағдагүл ханым. Мен енді бастадым, сіздің курстарыңызды оқып жатырмын. Мен бірінші рет қатысып отырмын, күшті екен дейді. Матаның үстіне сызып пішкен жақсы ма, немесе лекаламен пішу керек па дейді. Мен ойлаймын, мен вообще өмір бойы лекала сызам и лекаламен пішем. Точно шығады. Кешегідей бір примеркадан көріп алам, плюс-минустары болса кішкене аламын, алатын жерлері болса и тік тастай беремді. Өмір бойы мен лекала жасаймын. Сонда менде примеркада ешқандай артық, кем деген дүние болмайды менде. Сразу. И клиенттің қалаған фасоны болады. Себебі менде қалта тігеміз, я. Жалпы қалыңыз қалай, мен көрмесемді тігетін ба, или басқа метод көрсетіп жатырсыз ба? Басқа метод. Енді Альмира, сіз біздің курстың түлегісіз, алтын жіптің кейсі, қазір табыс тауып жатыр. Қазір бала болсанды, бау берік болсын. Қазір пока декретный отпуск деп айтуға болады, я? Мен енді үйреніп жатырмын дейді. Тіге аласыз. Может быть, өзіңізге бір новинкалар бар шығар, кім біледі. Кеуденің алды кішкене 0,8 үлкендеу. Я, біз себебі 1 сантиметр бер қарай жылжытты қой, сондықтан 1 сантиметрге үлкендеу болады. Ендеше бастайық, кеттік. Қалған қыздар сосын қосылар, я? Так, юбканы пока шетке ала тұрамыз. Кеудесін тігеміз. Кеудесін кеше вытычкамызды тіктік, я? Вытычкамызды тіктік. Енді жанымызды, жандағы тігісті оверлок жасап аламыз. Оверлок жоқ болса, мен сіздерге көрсетіп кетейін. Оверлогы жоқ қыздар, мына С операциясына қоямыз, мына С. Немесе мына жерде қараймыз. Қайсы зигзаг? Менде мынау С операциясы зигзаг болғандықтан мен С-ға қоям. Сіздердің барлықтарыңызда мына жерде бір перечень болады. Вот осыны қойып аласыздар С-ға. Келесі қадам. 4-пен тікпеймін,
зигзаг болғандықтан мен 1 мен 2-нің аралығында тігемін. Сосын бір черновик алып, тексеріп аласыздар. Зигзаг қалай болады екен деп. Вот. Мына жаққа қойып аламын. Мына жаққа қойып аламда, екі ортаға ине сол жерге түсу керек. И зигзагпен тіге беремін. Мына жіпті как всегда... Ой, не тот педаль. И осылай кете береміз зигзагта. Қайшым қайда? Алдың ба сен? Міне. Міне зигзаг осылай болады. Жіптері болса, осындай жіптерін бүйтіп тазалап отырамыз. Зигзагта оверлогы бар қыздар, оверлогпен кәдімгідей осындай тігіс етіп жасай береміз. Штапель көйлекті кәдімгідей біріктіріп болғаннан кейін бір тігіспен оверлогтай саламыз. Жіптерді үнемі тазалап отырамыз. Мен прям түстес жіп алған жоқпын, көрсеңіздер бордовый болып тұр. Бірақ желательно бәрі түстес жіп болғаны жақсы. Мен просто жіп сатып алмадым, жіп сатып алуға шыққан жоқпын. Так. Негізі бәрі бірдей түсте болатын болса, идеальный болады. Жанында сразу оверлоктап алғаныңыз дұрыс болады. Ой, иығын қыздар, кешіресіздер. Вот. Иығымен үтіктеп алдық. Енді учукқа барамыз. Учукты айтып кетейін. Мен өз басым, мынандай тефлоновый, менде үй жағдайында осындай тефлоновый насадка бар. Офиста менде промышленный утюг. Промышленный утюгта да осындай антипригарный подушка. Бұны антипригарный подушка деп айтады. Жалпы бұл марляның жұмысын атқарып береді сіздерге. Мына жері кішкене менде неғып қалған, ажырап кеткен, содан кейін байлақ қойғанмын. Байлаған. Вот. А так, бұл марля қолданбайсыздар. Уже бірден бұл күйдірмейді матаны. Кез келген матамен уже үтіктей берем мен. Марля ешқандай не қолданбайым. Үтіктеген кезде, қыздар, вот осылай жатқызып, біріншіден былай үтіктеп аламыз міндетті түрде. Кейін жатқызып, мынаны тігісті ашып үтіктейміз. Сонда сіздерде былай болады. Сол кезде тігістеріңіз тартып тұрмайды. Мына біріншіден осылай жатқызып үтіктеп аламыз. Я? Кейіннен тігісті ашып үтіктейміз. Мына выточка болатын жақты кішкене былай ашамыз. Ашып барып үтіктейміз.
Міне. Сол кезде мына жерде ешқандай складка болмауы керек, идеально болады. Вот. Енді дублерин жабыстырамыз. Кешегі біз дайындаған аптачкаларға дублериннің қыздар клей жағын, көрініп тұр ма? Дублериннің клей жағын бұлай жабыстырып аламыз. Міне. Мынау теріс беті матаның. Мынау шотыр ақ болып тұрғаны ол клей. Үтіктеу барысында үнемі пару қолданғаныңыз дұрыс болады. Жақсылап тексеріп аласыздар, клей жабысу керек, прям еру керек ыстыққа. Сосын подбордты қалай жабыстырамыз? Кейбір қыздар, көп тігіншілер подбордты бөлек-бөлек жабыстырады. Ол қате. Қараңыздар, бірге қойып аласыздар. Міне, арғы беті мен бергі беті бірге қойып аламыз. Бірге тұру керек. Сол кезде қисайып кетпейді дублерин жабыстырғанда. Дублеринді қоямыз үстіне бір бетіне. Бұл да бір тігіншілердің құпиясы. Сіздерге қазір тегін беріп отқан. Бұл да бір құпиясы. Енді арғы бетіне аударамыз бұлай. Екінші бетін жабыстырамыз. Сол кезде екі подбордта қисаймай әдемі тұратын болады. Вот. Енді арасын бұлай ашамыз. Мұны бұлай. И мына артық дублеринді қырқып тастаймыз. Кеше айттым, менде ақ болмағаннан кейін қара қолданып жатырмын. Менде бар запастағы дүниемен үйретіп жатырмын сіздерге. Так, дублерин жабыстырып қойдық. Ендеше ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Қараңыз, мынау бұлай жатады. Подборд бұлай жатады. Мынаусын, мұны қараңыздар, осылай тұру керек. Вот, түсінікті, мына жағасы осылай тұру керек. И осы кезде дублерин, түйреп аламыз түйрегішпен. Вот. Келесі. Тігіске 1 сантиметр бердік. Демек, біз 1 сантиметрмен тігіп шығатын боламыз. Зигзагпен кетіп баратыр.
осылай тігіп алдым. И мына бетінде дәл солай. Мына закрепка беріп отырамыз. Мына жақты енді ашып үтіктеп аламыз. Үтік ыстық кезінде қазір мен үтіктеп аламын. Жоқ, оны көрсетпей ақ қой. Көрсетпей ақ қой. Бір баста суиды. Енді оверлок. Мен шеттерін қырықпаймын. Сразу мына жағын қараңыздар. Мына бұрыш қалып тұр. Мен мына жағын ғана оверлоктаймын. Артық дублеринді қырқып тастайын. Оверлок жақсы тоқып беріп жатыр. 3 жіптік оверлок. Егерде 4 жіппен бірден тігем десеңіздер, ол да болады. Ол кезде сіздерге уже 4 жіп емес, 5 жіп керек болады. 4-еу оверлокқа, 1-еуін машинкаға. Міне, оверлок жасап берді. Енді оверлокты былай рабочий. Қараңыздар, мынау біздің көйлек. Түсінікті болсын деп айтайын. Мынау біздің көйлектің үстіңгі жағы, я. Вот, енді аптачканы қалай жасаймыз? Вот. Міне. Оң бетіне қоямыз. Мына бұрыштан бастап, түйреп аламыз. Вот, тіке прям қалай тұр, солай түйреп аламыз. Кейінен мына тігіспен, тігіс келу керек, иықтағы тігіспен, мына тігісі келу керек. Четко болады да, сонда идеально шығады. Вот. Келесі тігіспен тігісті келтіреміз. Мына тігісті, иықтың тігісін арқаға қарай бүгеміз. Вот, әдемі жатты. Енді мына бұрышты келтіріп аламыз. Вот, мына қараңыздар. Жатты ғой, мына подбордпен. Енді мына жерді де қалай жатыр, осылай түйреп аламыз. Юбкаға біріктірмей жатып, жеңді де тігіп алсақ болады да, сразу шы тігеміз. Енді айландыра тігіп аламыз.
лапканың бойымен, ой, бүгін педаль шатастырдым ғой. Мен жалпы үнемі тіккен кезде, заказыға да клиентке тіксем де, менде үнемі оверлок қасымда тұрады, утюг қасымда тұрады. Утюг үнемі дайын болып тұру керек. Әр тігістен кейін мен үтіктеймін. Әр тігістен кейін үтіктеймін. Менің оқушыларым да үтіктейді әр тігістен кейін. Содан кейін оның қыздардың заттары, дүниелері идеальны болып шығады. Қараңыздар, мына жерге келдік. Ине ішінде қалды, біз поворот жасадық. Лапканың бойымен, байқаған болсаңыздар, мына жолда мен лапканың бойымен тігіп келе жатырмын. Иық қалай жатыр, осылай тігіп кете берем. Байқаған болсаңыздар, мен қолмен көктемеймін. Қолмен тіктеймін. Тек қана түйрегішпен жұмыс жасайын. Мына жерге де келдік. Одан кейін поворот. Мына жердегі артық дублеринді қиып тастай саламыз болды. Керек емес бізге. Так, тігіп алдық. Енді мына повороттағы бұрышты мен бұрышын қиып алып тастаймын. Жеткізбей 1-2 мм. Одан кейін мына думалақ жерлерде закрепка жасап аламын. Ой, закрепка дептім, тіліп аламын. Мына тігіске қараңыздар. Мына қарада жақсы көрінеді. Мына қарада жақсы көрінеді. Тігіске жетер-жетпес болу керек. Көрініп тұр ма? Тігіске жетер-жетпес. Каждый 2-3 сантиметр тіліп аламыз. Рассечка жасаймыз біз жағада. Мынаны артық қиып алып тастай саламын. Каждый 2-3 сантиметр сайын. Именно думалақ болған жерде. Себебі біз қайрамыз ғой арғы бетке, бізде жатпай қалады немесе. Даже мына жерде жиырақ жасауға болады. Мына бұрышты қиып алып тастаймыз. Болды. Енді біз не істейміз?
мұқият қараңыздар. Мен тігісті былай ашамын. Ашқаннан кейін мына тігіс мына жақта қалады. Вот, подборт жақта қалады тігіс. Мен тігісімді мынаның үстінен 0,1 берем. Қараңыздар. Осы жерде кішкене. Вот, мынаны бүктедік. Тігіс мына жақта, міне тігіс мына жақта, подборт жақта тігіс, я. И мен осы жерде жақындау көрсет. Камераны үлкейт кішкене. Вот. Осының үстінен, міне, тігісі менде міне тұр тігіс. Мына жақта, мына жолда, мына жолға. Мына ортасы, мына жағында жүреді. Көрдіңіз ба? Вот сол жолмен тігіп кете береміз. Яғни бұл тігістің мақсаты, міне арғы беттен мына тігісті басып қалу. Міне, көрдіңіз бе? Басып қалды. Жіптерімізді тазалап отырамыз. Міне, осы жерден тіктім мен. Міне, подборттың үстінен. Вот осылай тігіп шығамыз. Бұрышқа лапка сиғанша бұрышқа жеткізбей тігестерді, артқа беріп тігісті шығып кетесіздер мына жақтан. Кейіннен мына думалақ жақты енді осы жерді тігеміз. Мына қараңыздар, мына тігісті бұлай жатқызамыз, бер қарай подборт жаққа жатқызамыз да лапканы осы жерге береміз. Сонда бізде мына жақта тігіс болады и мына жағында болады. Мақсат мына тігісті басып қалу. И үстіне 0,1 береміз. Маған очки керек еді, опять жібересіз. Ана жақта мен очкисіз тіге берем жатсам, қызылда прям көрінбей тұр. Сумкамда бар жоғын білмеймін. Вот. Осымен әкеле бересіздер. Мына тігісті басып тігіп жатыр, қараңыздар. Мына тігісті бұлай. Енді новичок болып жатсаңыз, бастапқыда кішкене қисықтау болуы мүмкін. Бірақ менікі қисықтау, шықтау болды, осы мен тігінді жиыстырам деуге болмайды. Ең алғашқы менде 14 жасымда үйреніп жатқанымда, менде де тігістерім басында кішкене қисықтау болған. Кейіннен тіккен сайын тігістерім текіс болып, жақсы болып шыққан. Вот осындай 0,1 тігіп шығасыздар. 0,1 деп айтып жатады бұны. Сол жерде ау дейм, я? Сұрмада, я? Вот. Также осы бұрышқа келгеннен кейін, міне, осындай болып шықты. Міне, басып қалдым. Енді мына бұрышқа келгеннен кейін, қайтадан арғы борт сияқты қайырып қойып, борттан тігеміз.
үнемі екі қолмен көмектесіп отырасыздар. Осы енді кәдімгідей инемен мына бұрышын шығарамыз. Осындай бұрыш болып шығу керек. Мына жақтан да бұрышты шығарып, енді подборды полный үтіктеп шығамыз. Мен сол тіккен кезде менде машинка бәрі алдында тұру керек. Жіптерді тазалап аламыз. Мына жақтан кейін қолмен іліп аласыздар. Сол кезде ары бері салбырап тұрмайды. И мына жағынан да қолмен іліп алсаңыздар болады, немесе машинкамен іліп алсаңыздар болады. Фабричный оны қолмен іліп жүрмейді да, екі тігістің ортасында мына жерге тіге салады, закрепка беріп. Сол кезде идеально шығады. Подборды қалай үтіктейміз? Знаешь, наверное, мне кажется, былай қою керек та, и былай қою керек. Қараңыздар, үтіктеген кезде мата кішкене, мұны байқасаңыздар, мата кішкене перекантовка деп айтады. Арғы беттегі мұна көйлектің матасы бергі беттен кішкене көрініп тұрады. Егерде сіз үтіктеген кезде мұна беттен мұна мата көрініп тұратын болса, ол қателікке жатады. Сондықтан перекантовка дұрыс үтіктеп шығамыз. Мынау думалақ болса, осылай думалақ күй үтіктейміз. Бір линейка болса да, бір қатты нәрсе болса да, бүйтіп басып тұрсаңыздар, тігісіңіз қатып тұрады. Вот. Текст тұру керек. Мата салқындағанша кішкене күте тұрамыз. Мына жерде де думалақ күйі, бұлай үтіктеп шығамыз. Бұрышты жақсылап шығарамыз. И суығанша кішкене күтеміз. Енді менде оң беті үстінде болу керек, теріс беті ішінде болады. Сосын мұна рассечкамен, мұна рассечканы екеуін келтіреміз центрді. Осы жерде түйреп аламыз. Осылай болады. Так, сразу түйрегішпен түйреп дайындап алайық. Осылай идеально тұру керек.
Енді жең тігеміз қыздар. Жеңді мынаған тігеміз. Кейін барып юбкамен біріктіреміз. Так, қыздар, бізде бір жең дайын болды. Енді екінші жеңді қосамыз. Кешеге дейін еш нәрсе тиіскенді жоқпын. Қалай тоқтаған болсам, сіздер де сол жерге келдіңіздер деген ойдамын. Тігіп болғаннан кейін жеңді. Кейін осы дайындаған бүрмемізді кейін сөгіп тастауға болады жіптерін. Осындай бірмен дайындап қоямыз. Кейіннен сразу оверлок жасап аламыз. Так, енді біз жалпы мынау бізде оң қолдікі, мынау сол қолдікі. Мынау оң қолдікі, мынау сол қолдікі. Мынау сол қолдікі, оң қолдікі бұлай қарап аламыз, шатастырып жібермейміз. Мына қолдікі, мынанікі екенін біліп аламыз да. Кейіннен мына иықтағы тігіспен, мына жердегі жеңде бізде рассечка бар, тілбаған жеріміз. Соны түйреп аламыз. Ең бірінші жұмысымыз сол болады. Сол кезде жеңдеріңіз шатасып кетпейді. Екінші жеңде де дәл солай. Иықтағы тігіспен мынау жоғары жақтағы тілбаған центр. Қан центр? Вот. Енді көйлекті теріс қаратамыз.
теріс қаратамыз. Бүрмемізді сразу осы жерден түйреп аламыз. Ең бірінші жең тіккен кезде бізде ең бірінші головкамен жұмыс жасаймыз. Головка дегені ол мына жоғары жағын айтады, жеңнің жоғары жағын. Кейіннен қараңыздар, мына кейін осылай болып тұрған болса, мына қараңыздар, бұлай салбыратып қоясыздар, міне солай тұрған болса, міне 1 сантиметр болса, бұлай түсіреміз. Жеңді жалпы осылай қондырады. Сол кезде жең сізде идеально шығады. Жең ешқашан осылай болса, осылай жатқан болса, осылай бола берсін 1 сантиметр. Егер де бірдей болып жатқан болса, бірдей бола береді. Әркім жеңі әртүрлі қонады. Вот. Мына бетті де дәл солай. Ең біріншіден головкасын қондырып аламыз. Уже арғы беттен 1 сантиметрге көтеріп тұр. Демек, бергі беті де осылай 1 сантиметрге көтеріледі. Осылай істеп аламыз. Уже бір жеңді қондырып алдық қой, екінші жеңді дәл солай қонып кете береді уже. Осылай кетті. И мына жерде де дәл солай. Бүрмені қатты жинап қойған болсақ, кішкене босатамыз. Көктемейміз еш нәрсені. Осылай тік кете береміз, болды. Жеңнің бәрін екеуінде түйреп болғаннан кейін мен жай істеп жатырмын. Специально сіздерге түсінікті болсын деп жай істеп жатқан жерім. Өзім тіксем екі есе тез болады. Даже түйрегішпен түйремеуім де мүмкін. Мына лапканың бойымен кете береміз. Бірден түйрегішпен қиын болса, қолмен көктеп, кейін машинкамен бассаңыздар болады. Так, бірінші жеңді осылай тігіп алдық, енді екінші жеңге кірісейік.
Так, тігіп алдық. Енді бірден оверлокқа отырамыз да. Сонымен бізде жоғар жағымыз дайын. Жеңнің етек жағы қалып тұр қазір. Вот осы жерде аяқтаймыз да, қыздар, қараңыздар. Вот, жібін шығарып аламын. Түйін қылып байлаймын. Менде осындай бір жуалдыз бар. Жуалдыздан өткізіп алам да, жіпті жуалдыздан өткізіп аламын дағына. Мына теріс бетінен. Өткізіп алам. Сонда бізде түйініміз де бар, сетінеп кетпейді, оверлогымыз. И жіптері салбырап шығып тұрмайды. Вот осылай жасап алдым. Кейінен кішкене тартып, қиып аламын. Болды. Сонда бізде оверлок ішінде қалып кетті. Көрдіңіздер ме? Мына артық жіптердің бәрін қиып аламыз. Осындай жуалдыз тұрады менде всегда. Кейін мынау көктеген деп бұңы. Мына жақтағы біз бірме жасаған жіптеріміздің бәрін бір тартқаннан кейін ақ өздері сетінеп кетеді. Мына екіншісі. Екі жолды да сразу. Болды. Мына жақтағы арғы беттегі жіптерді тазалап қоямыз. Болды. Сонда бізде тек қана тігіс и оверлок болып тұрады. Енді келесінде дәл осылай оверлок жасап аламыз. Болды. Дайын болды. Енді тігістерді тазалап аламыз. Именно неге теріс жағынан, біз бағана естеріңізде болса, жіпті оң жағынан жинадық я бүрмеге. И вот оң жағынан оңай болады сізге. Жіпті шығарып алуға. Оңай болады.
теріс бетінен кішкене алынады, бірақ қиындау алынады. Байқаған болсаңыздар. Так, болды, жіпті тазалап алдым. Енді бізде етегі қалып тұр. Жеңнің етек жағын бізде екі жол бар. Қаласақ, екі бүктеп тіксек болады. Міне екі бүктеп белевой шов дейді. Немесе оверлок жасап 0,5 қайтаруға да болады. Ең оңай сол. Оверлок емес, кәдімгідей зигзагпен істей беріңіздер. Оверлогы жоқ қыздар. Оңай жолда айтып жүрейін де, я. Сонымен бізде төбе жағы көйлегіміздікі бітетті, и юбкасы ғана қалады. Юбкасының біз қалта деп жатырсыздар, негізі қалта менің планымда жоқ еді. Жарайды, қалтасында көрсетіп жібере салайын. Потайной қалта, екі тігістің ортасында қалта қалай тігілетінін көрсетіп жіберейін. Телефон салам, онша-монша заттарды салам деген қыздарға қалтасын айтып көрсетіп жіберейін. Ілгек тігумен қалай тігу керек екенін көрсетіп жіберемін. Так. Кәдімгідей оң қаратамыз. Мына жақта тұрған мына тігісті прям сразу не істеп алайықшы? Тігіс беріп. Так, жіптерді тазалап отырамыз, үнемі. Сонда уже аяқ жағында жіптері салбырап тұрмайды. И мынау етек жағын, жеңнің етек жағын қалай тігеміз? Прям қайрасыз бұлай. 1 сантиметрге, себебі тігіске 1 сантиметр беріп, лапканың бойымен тігіп шығамыз. Все. Қиын емес. Сәл қалды. Матаны қырғызы беруге. Қазір арасында қыздармен сөйлесек қалай болып жатыр. Қосып жіберсем.
Я, маған қаратып, қоп қойды. Қан несі? Подставка. Или осымен ба? Подставка қош жебесал. Комментарий. Қыздар қалай болып жатыр? Менмен бірге үлесіп бара жатқан қыздар бар ма? Менмен бірге тігіп бара жатқан қыздар. Түсінікті болып жатыр ма? Қандай сұрақтар бар? Жоқ, етегін әлі көрсеткен жоқпын. Етегін енді көрсетемін. Жоғар жағын бітірдік. Жоғар жағын бітірдік. Қалай болып жатыр? Қандай сұрақтар бар? Замок салатын болсаңыздар, замок сабағын телеграмға саламыз біз. Замок қалай тігу керек екен. Ол кезде сіздер тек қана оверлок жасайсыздарда и потайной замокты тігесіздер болды. Ол кезде аптачка болмайды. Немесе аптачка жасауға болады, бірақ арасына замок қойып жібересіздер. Так. Мен үтіктеу барысында сөйлесіп отырайын пока. Кеуденің бок жағын неше сантиметр көтеріп қиямыз дейді. Бок жағын түсінбедім. Жоқ, боковойын қимадық қой біз. Біз боковойды қиған жоқпыз. Біз жеңді қондырған кезде артығын қидық. Түймет айтып жіберіңізші өтініш 2 сантиметр қайрама. Тез тігеді екенсіз дейді. Мен әлі камераның алдында сіздер жай түсіндіру үшін сіздерге жай тігіп жатырмын. Одан да тез тігемін мен. Просто сіздерді түсіндірсін деп. Түсініп алсын. Егер де мен өзім ғана без камеры сабақ түсірмейтін болсам, өзім үшін мен вообще зырылдатам. Құдайға шүкір. Бір күнде 3-4 көйлек тігуге болады. Мен 3 күнге бөліп отырғаным, новичок қыздар менімен бірге үлесіп кетсін дегенім. Так. Міне осылай болды же. Жалпы төбесі, жоғары жағы дайын болды бізде. Қазір көрсетем. Ой, екінші жеңді өтіктемекпін. YouTube каналда бұл сабақ сақталмайды. Мен сақтаймын.
Бірақ ол 24 сағат қана. 24 сағаттан кейін өшіріп тастаймын, кейін ренжімеңіздер. Жиырма төрт сағаттың ішінде тігіп үйреніп үлгеріңіздер. Так, болды. Енді юбкаға кірсеміз. Кәдімгідей мына жер бардақ болып кетті ғой. Тіккен кезде кімнің үйі ыбырсып кетеді? Тігінші қыздар бар болса. Ыбырсып кетеді деп айтыңыздаршы. Тіккен кезде ыбырсып кетеді, бірақ мен үнемі арқамнан тазалап жүрем. Әдет болып қалған менде. Менің үйім дейді. Әсем. Тігіншілердің бәрінің үйлері ыбырсып кететін сияқты. Ойбай, аяқ басар жер қалмайды ғой, қиқымнан дейді. Менікі шашылады әрине дейді. Менің аптачканы тағы бір көрсетпеймін. Аптачка уже дайын болды ғой, оны көрсететін еш нәрсесі жоқ. Просто мен сабақты сақтап алам, 24 сағаттың ішінде қарап алыңыздар, я? Аптачка жақсы жатады. Өзім тіккен аптачка всегда жең, мойын жақтары лақимай, әдемі жатады бірден. Оны қазір манекенді біткеннен кейін манекенға кигізем, сол кезде көріп аласыздар. Менде жаға негізі лақиып, былай бүйтіп кетпейді. Всегда жақсы жатады. Осы техникамен тіксеңіздер болады. Айтпаңыз дейді, қоқып кетеміз. Я, осылай. Енді, так, мен былай қоям. Міне, енді қалта. Қазір мен қалтады көрсетем. Так. Дұрыс қойдым ау деймін мен өзім. Міне қараңыздар. Жалпы бізде потайной қалта, міне бізде қол, я. Вот. Мен өлшемеймін. Өлшесеңіздер де болады. Где-то примерно 16-17 сантиметр болу керек. Вот. Вот. 16 сантиметр. Сосын былай қолды кіргізген кезде, міне қараңыздар. Мынау саусақпен, мынау саусаққа қараңыздар. Өздері сурет салып береді, міне. Демек, міне былай болды, былай болды. Былай болды. Былай болды, былай болды, былай болды, былай болды. Көрдіңіздер ме? Біздің қолымыз, Алланың берген қолымыз өзі сурет салып берді бізге қалтаны. Вот потайной қалтаны осылай шығарамыз. Тігіске қалдырамыз. Болды. Мінеке осылай болады. Мынау тігінен матаның кромкасын қиып тастадық қой біз, есіңізде ма? Мынау тігінен қоямыз. Мына жер міндетті түрде тігінен болу керек. Сосын, вот, осы жер мен тігіспен 21 сантиметр болды. Вот. Кейін былай болды. Мына 22 болып келе жатыр. Мына 24 болып келе жатыр. Тағы да 21 болып келе жатыр. И 16 болып келе жатыр. Ені 20 сантиметр болды. Мына өзіңіз қолыңызда. Әркімнің қолы әртүрлі. Мен негізі алақаным кішкентайда. Вот. Осылай қойып алам. Өз басым. Міне. И саусақтар өздері салып беріп жатыр суретін. Вот. Сол кезде әдемі қалтаның суреті болып шығады. Мынада
кусокта менде шықпайды екінші беті. Сондықтан мен оны басқа кусоктан шығара саламын. Мұны тігінен, көрдіңіздер ма, мынау кромканы мына жерден қиып тастадық қой. Вот осылай тігінен қойып алам да. Между прочим, тікелей эфирде бұндай сабақты мен бірінші рет беріп жатырмын. Тем более бүгін жұма, барлықтарыңызға жұма құтты болсын. Алла зейіндеріңізді ашсын. 24 сағаттың ішінде жасап алыңыздар. Кейін маған өкпелемеңіздер, Гүлжан сақтамады деп. 24 сағат уақыт берем сіздерге. 24 сағаттың ішінде штапель көйлек тігіп алыңыздар. Вот. Сонда бізде 4 деталь болды осындай. 4 деталь болды. Мына юбкамыз. Енді бұны былай шетке аламыз. Бұл біздің юбкамыз. Я? Мен юбканы мына жерге дейін бір 2 қарсы жерде мен сөгіп аламын. Мына жерде менде закрепка бар. Музыканы жайырақ қойшы. Наверное, мен сақтап алайық, я қыздар. Қыздар, осы жерде мен сабақты сақтап алайын. 78 минут болған екен. Қалта бәріміз түгел осы составпен кіреміз. Осы составпен кіріп, ендеше юбка қалта тігеміз, сонымен көйлегіміз бітеді. Сондықтан бәріміз қазір мен сақтап алайын. Бұл сабақты келесіне тағы да эфирді қазір шығам. Дәл қазір шығамыз 5 минут.